әріптестер. Мен Алматы қаласы нөмірі 157 жалпы білім беретін мектептің информатика пәні мұғалімі Тілеубаева Набат Елекеевна. Бүгін сіздерменен өтетін жаңа тақырыбымыз массив элементтерін сұрыптау. Бұл жерде біз сұрыптау дегеніне, сұрыптаудың қанша түрі бар, сұрыптау әдісімен қалай жұмыс жасаймыз. Сіздерменен өте қызықты және қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Онда ары қарай жұмысымызды Сіздермен оқушылар, міне бүгін біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы массив элементтерін сұрыптау. Яғни біз Python программалау тілінде алгоритмдерді программалайды екенбіз. Енді бұл жерде балалар, сіздер сабақты сөз жұмбақ сабағы деп атадым. Өте тамаша, сіз жақсы тапсырманы орындағандықтан сіздерге поздравляю деп шығып жатыр. Міне сізді құттықтап жатыр. Бізде программа осылай құрылады екен. Берілген матрица жазылады және оны сорт деген функциясы қолданылады. Және Асылжан бізге бірінші болып есепті жіберді. Өте тамаша, керемет. Қай тіл бағдарламалау тіліне жатады екен, балдар? Тамаша. Зейнеп 3-ші орынға ие болдыңыз. Асылжан 2-ші орынға ие болдыңыз. Бізде 1-ші орында. Алима, өте тамаша, керемет. Үйге тапсырма. Міне, сіздер осындай дәрежеде сабақтарға жауап бердіңіздер. Балдар, көріп отырсайыз, бала жауап берді. Міне, өздеріңіз көріп отырғандай оқушыларға мотивация беру арқылы сабаққа деген қызығушылығын және ынтасын ояттық. Біз бұл жерде Python бағдарламалау программасы арқылы есеп шығарып қана қоймастан 4 форматқа сүйендік. Яғни бірінші баланың сөз жұмбақ жасыру арқылы логикасын арттырдық, екінші сөз жұмбақ жасыру арқылы пернетақтадағы жазу қабілетінің тездігін арттырдық, үшінші сергіту сабағымызда кокод ойынын беріп, балдардың топтық жұмысын жасадық. Ең соңғы 4-ші бағалау критериясын мен Google диск арқылы алып, тест тапсырмасын беріп, балдардың бағаларын диаграмма ретінде қолданып көрсете білдім. Қазіргі таңда сабақтарымыздың бәрі онлайн режимінде болғандықтан, мен бұл сабағымыздың бәрін презентация арқылы, яғни слайд жасау арқылы, сол слайдтың ішіне көрсетіп, балдарға көрсете білдім деп ойлаймын. Енді бұл сабағымыз біздің несімен ақылды деп ойлаймыз. Мен өз сабағымның ақылдылығын балдардың логикасын дамыттық деп ойлаймын. Яғни жылдам жазу қабілетін арттырдық деп ойлаймын. Ал үшінші интернеттен тиімді пайдаландым деп ойлаймын. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау саламатта болыңыздар.